Тұтас бір ұлттың атбегілік өнерін сом кеудесіне сыйдырған тұлға. Табиғаты қазақ, болмысы қазақ. Енді президент кубогын 4 рет аламан тұтты. Жылқының жыры мен сырын, қыры мен құнын, тілі мен түрін жақсы білген баһадүр азамат. Немен айланса да соның сүйегін мұжып, соның майын жейтін өте бір керемет азамат болған. Басқа жұрттан жарысы бөлек, бәйгеде шабысы ерек, тұлпар мінген атбегі. Кішіпейіл өте адамға деген мейірімділік көп болды ғой. Атты тануда, бабын табуда өнер. Жас кезінен атты жақсы көрді, бала кезінен. Тай үйретті, таймен чапты. Дүйім елдің арқасын қоздырған, алқалы топта ат оздырған. Дорбақ деген өзеніміз бар, соның бойына суға шомылып, құлынтайдай тебісіп өскен едік. Ауыздық салған арғымақтары, айтулы аламандардың ажары болған. Қарапайымдылығы, өкісі мұнан көкірегін ұрып тұрып, мен осынша бәйге ұйымдастырын, осынша бәйгеде жеңімпаз атанды, менің аттарым чемпион болды деп өзінің көкірегін ұрмайтын өкісі. Шабысты, табысты тұлпар иесі. Ерлан аға болсын, жатқа жер жайлы болсын, топырақ торқа болсын. Орта Азияда ең чоң бәйге өткізіп жатқанда чоң рахмат. Улдар азамат екен. Тұрлаусыз мына жалған жетегінде, салмаймын сағыныштан бекер үнге. Дүбірлеп дүниеге келеді адам үнсіз ғана сыр тартып кетерінде. Абадан туған ерге айбарланып, сырбаздық, серілікпен сайран қалып, жанымды қарып тұрған қайға айналып, тұғырдан тау бейнелі тайғанды алып. Тағдырмен жарыстырып жүйріктерін, шертерем адамдығын күйғып керім, жалғанда жалған емес қарекет қып, бақ пенен бабында ұстап биліктерін. Алакөл сендей терең, сендей тұнық, көрегендік көрсетіп көрмей тұрып, ақылмандық көрсетіп абыроймен өмір жеңдік көрсетіп өлмей тұрып. Қайран біздің баһадүр көлдей тұнық. Текелі биік емес болмысыңнан, қиналғанда қайрылып қолды сұнған, жабыққанда жәрдем ғып жанашыр боп, қамыққанда бөлісіп соңғы сырдан. Қарабұлақ қайрылып қарап қалған, жырларым өзің әркез парақталған. Мың бір бұлақ секілді тұнық едің, құятын жайсаң пейіл тараптардан. Алла деп адамдықпен алмайтыным, көлдей лағыл алдымда таудай құның, ұлтарың бар, ұлықтап ұмытпайтын, ұрпағың бар, ізіңді жалғайтұғын. Түсініп, жақсылардың кеш бағамын, тетте еңбек бір жарып өсті малың, бір туар ағамыз Ерлан Байбатырұлын Алладан медеу тілеп еске аламын. Алтын тұлпаруға елі бірге солардан құлдын алып, соларды жүгіртсек па деген ойдамыз. Суалмайтын суат жоқ, тартылмайтын бұлақ жоқ. Етегі суда тұрса да, уақытысы жеткенде қурамайтын құрақ жоқ деп Әйтеке би айтқандай, уақыт сағаты ерте тоқтаған Ерлан Байбатырұлы биыл 60 жасқа толар еді. Өнегелі ғұмыры істеген ізгілігімен айшықталған абзал азаматты еске алу асында замандастарының жадында Ерлан есімінің жаңғырып тұратынына тағы бір көз жеткіздік. Алакөл ауданы Лебе Бережный совхозы болған ол кезде, бірақ ауылдық совет Қарабұлақ болған. Мен енді сол ауылға барғанда Байбатыр аға, Махат тәтемен таныстым, ең үлкендері. Енді Ербатыр өзі партияның секретары болды. Одан кейін Ержан,
Нұржан болды, ең кішісі ғой енді. Ол кезде студент болды. Кішіпейіл, өте адамға деген мейірімділік көп болды ғой азаматтың. Халыққа деген жақсылығы, кейінде де көп естіп, көп көріп жүрдік. Алакөл ауданының атағын шығарып, президенттің бәйгесін бірнеше мәрте алды. Біз соның сыртынан естіп қатты қуанатынбыз. Шіркін-ай біздің міне ерланымыз деп. Енді өмірі қысқа болып қалды. Болса да көп артына із қалдырды. Қанша адам, қанша қазір атбегілер көбейді Алакөлде. Ерланның артынан ерген ізбасарлар өте көп. Соған қуанамыз, мақтанамыз міне. 4 жыл болды өмірден өтіп кеткеніне. Ерлан досым бала кезімізден Зорбақ деген өзеніміз бар, соның бойына суға шомылып, Тұлынтайдай тебісіп өскен едік. Кейіннен тай мініп, таймен шаршып шауып жүрдік. Ерлан өзі бір тоға сондай салмақты жігіт еді. Студенттік өмірімізде бірге өтті. Кейіннен политех қазақтың қазіргі университет ғой, бұрын институт болған, Ленин атындағы, сонда бірге оқыдық. Мен РТ деген специалисті ол жерасты қазу байлықтары, ол нефтяной машиностроение НМД оқыды жігіттермен. Бірге жүрдік бұл жерде де. Осы жаққа келіп, қалаға ол бала кезінен сол тайға құмар болған, соның ісін жалғастырып, осы жерде ат спортымен айналысып кетті. Жамбылда Қуат деген марқұм болып кеткен досымыз болған. Солар бәрі бірге осы жерден Көкбастаудан орын алып, орын теп, мақтанышымыз болатын. Бокспен айналыстық. Орталық стадионда Ислам Құрманғазиев дегенге баратымыз, бірге баратымыз бокске алғашқы жылдары. Жақсы боксер болды. Өмірінде көп жыл болды. Осы жігіттердің бәрі бірге оқыған студент жігіттердің бәрін ортаға жинап, бәрін бір жерге жинап, сол қуанышты бөліскенді жақсы көретін. Сол Ерлан екеуміздің өміріміз бірге өтті десе болады. Сол балалық шағымыз бірге бір жерде. Қарабұлақ ауылы Андабайдың саласында, сайында, сол жақта барып, көкке ұшып, Құлынтайдай бірге тебісіп өскен баламыз. Енді үлкен әжелер алтын апамыз, енді біз Төлөке ата баласымыз. Азаматтығы бір бөлек, туыстығы да бар. Бір жағынан ағайындығымыз да бар деп. Сол өзінің мамандығында, мұнай саласындағы еңбегі, ағайынға деген, азаматқа деген, әке, ата-анаға деген құрметі бөлек. Ағайын аға бауырлардың бәріне қол ұшын берген, өз ақ көңілі, сонда ақ пейілді азамат қой. Орында бар оңалады деген, бала шағасы, ағайын туысы, міне жерде 60 жасында үлкен ас беріп жатыр. Қабыл болсын, Ерлан марқұм. Біздің ең тарихи спортымыз бұл ат спорты ғой, соның ішінде ұлттық ойындарымыз жаңа. Сол ат спортын дамытып, біздің осы облыс деңгейінде, одан кейін республика деңгейінде, осы ат спортында бәрін меңгерген жақсы азамат. Сондықтан мен Ерекеңді осы ұлттық спорттың жанашыры, ата-бабамыздан жалғасып кеткен мұра бізге. Ең үлкен спорт, бұл деңгейі үлкен, абыройы үлкен, соның жұлдызы. Енді мына кешегі 11 қазан күні Қазақстан Республикасының чемпионаты болды. 7 орнында ол кісі бас бәйген ұтты. Бірақ осы жолы ол аттың енді ерекше шабысы өте болды. Ат деген енді ол аламан 35 шақырымда тұяғына шаң жұтпай, енді былай айтқанда қосып айтсақ бір құрық, бір алдын орап жетті ғой. Бұл кісінің сол аруағы қолдады ма деп ойлаймын Ерлан марқұм. Енді ат ерекше шапты сондай. Бүткім сол жерде тұрғанның бәрі балет етті. Қаншама халық сол ипподромдағы өзімізде қуандық. Енді Жетісу облысынан жүрген азаматтардың бәрі тілеулес болды. Асыл тастан, ақыл жастан дейді ғой. Аузы менен құс істеген тұлпарларменен жаңа тұлпарларды жүгіртті. Тасқын, оның ішіндегі Легетті, Сұңқар, Бақторы, болмыс қазақ дейді ғой. Табиғаты қазақ. Жүрген жүрісі өзінің жаңағы қазақтың иісі аңқып тұрады. Ол енді қандай тұлпар болмасын, қандай жылқы болмасын жетегінде ұстаған. Қарағарға бауырына басып жейді, ақ сұңқар жан-жағына шашып жейді дейді. Міне Ерланға келетін теңеу. Оның көптігі, оның жаңағы парасаттылығы мысалы. Ол ертең жаңағы сондай көп адамның көп жылқылардан шығады ғой тұқымдары мысалы. Жаңа айтып отыр мысалы, жаңа Алакөлде, Қарабұлақта Бақтордың тұқымы бар. Бәрі жігіттердің бәрі риза. Ерекеңе риза.
ат спортында дәлелдеді. Тайға таңба салғандай дейді ғой. Жарқын өшпес істер қалдырды. Қадірлі ағайын, бүгін көк аспан астында, көк бастау атшабарында қазақтың рухын көтеретін ұлы күн. Бүгін тұлпар тұяғы дүбірлеп, ел намысын арқалаған атбегілердің еңбегі сыналар сәт. Бәйге жай ғана жарыс емес, бұл дәстүрдің жалғасы. Бабалар рухына тағзым, ұлт намысының көрінесі. Әр тұлпардың жүрісінде бір елдің үміті, әр атбегінің қолында бір дәуірдің аманаты бар. Ерлан Байбатырұлының еске алу бәйгесінде ат тұяғының дүбірі даланы жаңғыртсын. Атты жақсы тани білді. Аттың ол, мына ат бәйгінің аты, мына ат ұзаққа шабатын ат, мынау жақынға шабатын ат, мынау жарап тұр деп өзі аттың түріне қарап, жасына қарап, көзіне қарап, және де тұлпар екенін біліп отыратын. Енді ол сондай аттың жан дүниесін түсінді ғой. Міне бүгін Көкбастау ипподромда еске алу асын бәйгесін ұйымдастырып жатырмыз. Бүкіл Алматы облысы, Жамбыл ауданы, осы жердегі ағалар, атбектері көмектесіп бір кісідей жоғарғы деңгей етуге барлық жағдайын жасап жатыр. Бұл кісілерге көп рахмет айтамыз. Қазақстан Республикалық жабылу бәйгесі болды Алматыда. Соған 35 километрге өзіміздің қол тума ол. Кезінде Бақтор деген солардан шыққан өзіміз байталымыз. Енді 35 километрді кешенде топ жарып бір күрік алды да келді. Тарихта қалдырды ғой, былай қарасаңыз. Бұндай ат бір күрік алдыға келу тарихта болмаған. Ерлан бауырымыздың рухы кеше сол көтеріп кетті. Енді әсер деген өте жоғары. Енді Ерлан Байбатыровты енді көпшілік біледі. Бұл кісі үлкен ұлттық спортқа, дәстүрлі спортқа үлкен елеулі үлес қосты. Себебі мынау қазір құбылмалы өмірде ұлттық дәстүр, спорт сияқты дәстүрлі спорттың түрлеріне әсіресе қатты көңіл бөле бермейді. Бұл кісі өзінің қаражаты есебінен жаңағы Украинаға барып келді. Ағылшынның аттарын алып келді, арабтардың аттарын алып келіп, сол селекциялық жолмен ең жақсы жүйрік аттардың бәрін шығарған. Сондықтан да жақсы әке болды, адал жар болды, халықтың керемет ұлы болды. Балаларына да ол жаңағы қазағының дәстүрлік көзқарасы қалған. Салмақтылығымен ерекше, адамгершілігі, қарапайымдылығы. Бұл кісі көкірегін ұрып тұрып, мен осынша бәйге ұйымдастырдым, осынша бәйгеде жеңімпаз атанды, менің аттарым чемпион болды деп өзінің көкірегін ұрмайтын ол кісі. Ол кісі кәдімгі қарапайым болып қалған. Сондықтан да осындай керемет азамат, әрбір адам осындай қызметіне қарамастан, беделіне қарамастан, лауазымына қарамастан осындай өмірде қарапайым болып қалу керек. Мысалы, қазақта айтады ғой, артында мал қалса тал қалсын. Мынандай алма бақтардың өз қалдыру, бірталай алма бақтарды осы Жамбыл ауданы, Қарасай ауданында өсіріп артында үлкен алма бақ қалдырған керемет азамат. Ұлттық спортымыз жандана берсін, ұлттық дәстүрлеріміз көгере берсін, ұлттық сана өсе берсін, ұлттық көзқарас ашыла берсін халқымызда. Ерлан ағамыздың ерекше құндылықтары негізі өте көп. Қазақстанның бәйге спортына, ұлттық спортына үлкен үлесін қосқан кісі. Ақшасын бәйгеге аямаған. Не бір қымбат шетелден аттарын алып келген, не бір жақсы конюктарды шетелден, Қырғызстаннан, жан-жақтан алып келген. Соның бәрін үйретіп, қазіргі мысалы өз ұлдарына бұның бәрін берді да көрсеттік. Қазір Ернар еске алып енді өмір болғаннан кейін осындай жағдай болды. Ағамыз қазір жоқ, еске алып үлкен дүбірлі той болып жатыр. Қаншама мыңдаған адамдар жиналып жатыр да. Бұның бәрін енді келешек ұрпаққа, балаларына көрсетіп, насихаттау ол енді бұл үлкен жетістік. Үлкен іскер, бизнесмен, кәсіпкер болса да қарапайым болады. Тәкаппарлық болмаған, қарапайым адам болды. Сол кісіге ол өте жарасқан. Мына бәйгеге келіп, мына көрермендерді көріп, мынаншама количество аттарды көріп, өзім таңғалып жатырмын. Неге десеңіз, кеше Кубок Қазақстанда болған бәйгеден де қаншама аттар сол жаққа қатысты. Бүгін одан да көп адамдар мында келіп жатыр да. Бұл енді бірінші очередь мен ойлаймын, бұл енді тарихта қалған атбегі. Барлық бәйгелерге қатысып жүрген адам. Мына бәйгеде өмірден өткен жақсы атбегін еске алып жатырмыз.
Көкбастаудың бәйгісінде елдің барлығы қызықтап, тамашалап отыр. Халықтың көңіл күйі өте жақсы. Біздің тілегіміз ел аман болсын, ат сүрінбесін, бала жығылмасын. Барлығымыз аман-есен болайық, жақсы көздесейік. Мынандай той, мынандай бәйгі өту дегеннің өзі үлкен жақсылық, үлкен керемет дүние. Жаңа Қазақстанның болашағына бастайтын қазақтың ұлы тойы деп есептеймін. Ағайын туыстары, халқы артында қалған елі, осы Көкбастауда өзін жүріп өткен, талай осы жерде бәйге ұйымдастырып, ат шаптырған еске алып, үлкен осындай бір ас беріп, Құран оқытып, үлкен бәйге өткізіп жатыр. Жақсы сыйлықтар тігіп. Енді қарап отырсақ, қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген, көрші Қырғыз елінен келген осындай халықаралық деңгейде жарыс ұйымдастырылып өтіп жатыр. Жаңа жеткен жетістіктерін көрдік, қаншама үлкен бәйгелерді ұтқан, үйінде болдық, қаншама кубоктарды көріп жатырмыз. Еске алу сәтінде кеше ғана Алматыда өткен үлкен осы аламан бәйгеде сол жердің мықты спорт саласының федерацияның басшылары маған звондап, қатты бір таң алып айтып жатыр. Бір круг алдына жеке келді. Бұның бәрі енді тегінен емес. Енді әкенің жаңағы балаға деген өзінің жаңа қанмен келеді, тегінен келеді деген сияқты. Ең бастысы аты өшкен жоқ. Жаңа жақсы айтып жатыр. Артында ұрпағы қалды. Ізін жалғастырып жатыр. Енді жақсы әкенің аты дейді, балаға 1000 жылдық азық дейді. Халықтың ішінде осындай азаматтар өзі ерекше суырылып шығып, әр салада қол бастап, қазақтың жаңағы болашақ жастарға өзінің жаңағы салт дәстүрін насихаттап, құндылықтарын қалдырып кетеді. Осындай азаматтар орны ерекше. Жігіттен жігіт кем емес, несібесі тең емес дейді. Бұл айтпақшы, бұл енді өте үлкен құндылықтар болды. Өзінің рухани жаңғырған қазақ деп айтсам болады. Себебі бұл кісінің істеген ісінің барлығына жаңағы қазақтың нақышы, қазақтың иісі шығып тұратын тірліктерді жақсы істеді бұл кісі. Жалғастырды соның бәрінен. Оның барлығын енді мына атадан тай қалғанша, бота қалғанша тал қалсын дейді. Талы екті, үй салды, жақсы керемет балашаға өсірді. Халықаралық бәйге болып жатыр бүгін. Осы бәйгенің алдында 500 адамға ас болды. Ол аста да Ерланның жақсы қасиеттері айтылып жатыр, міне баланың қалауымен. Енді бұл Байбатыровтар әулетінің бір көшбасшысы болады өзі. Негізі осы көшбасшы Ерлан азамат болған. Енді жақсыдан жақсы тұлпар туады дейді. Ол айтпақшы, қазір міне орында бар оңалар дейді. Ол айтпақшы, ең үлкен мына ұл-қыздар өсіп жатыр Алланың қалауымен. Мына 3 ұлы өзінің жаңағы мұрасын, өзінің істеп кеткен тіршілігін ары қарай жалғастыратын аптал азаматтар. Бұл енді қандай кәсіппен айланса да, немен айланса да, соның сүйегін мұжып, соның майын жейтін өте бір керемет азамат болған. Мен де Ерланның аттасымын. Мен де атым Ерлан. Одан кейін енді мерекемен кейін құда болдық енді. Қазақстанның федерациясына, бәйге федерациясына Алла разы болсын, дайыма біз тығыз байланыштамыз. Ерлан аға остасақ, Ерлан аға осты бәрі таниды, қырғыз қазақ бәрі таниды. Уылдарына азамат, атасының ұшына аш беріп өтіп болады, атаның ұлы болады. Барына чоң рахмат, бәйге өте мықты болды. Алланың бұйрығымен бізге бұйрық қалдыр. Екі елдің ынтымағы бекемдей берсін. Қырғыз қазақ бір туған. Ерлан аға болсын, жатқа жер жайлы болсын, топырақ торқа болсын. Уылдарына чоң рахмат, шындай үлкен Орта Азияда ең чоң бәйге өткізіп жатқанда чоң рахмат. Уылдар азамат екен, өте мықты екен, атаның ұлы екен. Дағы бір жолы ошо қазақ еліне чоң рахмат. Бір істі аяғына дейін бітірмей қоймайтын кісі еді. Және де әр сөзін біреуден жасырып емес, сөзі тура айтатын кісі болған. Үйде ол кісі өте мейірімді болатын. Мені сар сапалағым, сарманқам деген келететін. Бірақ бір жерде қателігіміз болса, әділетті түрде жазалайтын. Отбасыда 3 ұлмыз, ағам бар, кішкентай інім бар. Әкем көз тірі кезінде көбінесе мен еркелететін, бірақ кіші ұл туылған кезде
бәріміз жайына қалдық. Сол ұлын еркелетіп, ұлын қасына алып жатып, күнде өзімен бірге алып кетіп. Әкем қайтыс болғалы бері 2021 жылдан біз үлкен бәйгелерде жүлделі бола алмадық. Енді кешегі бәйге рухтарымызды өте қатты оятып, шынымды айтсам, кішкене кеше көз жасым ағып кетті қуаныштан. Енді ары қарай жұмыс істеуге одан әрі құлшыныс пайда болды. Оған дейін бәріміз тәжірибеміз аз болды. Енді ақырын қателіктерін түзеп, Құдай қаласа, болашақта барлығымыз үлкен бәйгелердің алдынан көрмеміз деп ойлаймын. Бүгінгі бәйге ойдағыдай өтті деп ойлаймын. Не болса да сыншы халық қой. Халықтың көңілінен өтті деп ойлаймын. Барша бәйге ұтқандарға және темір тұлпар ұтқандарға сыйлықтарыңыз құтты болсын деп айтқым келеді. Жылқының тері еңбек, демі сенім. Оны сезе алмаған адам ат бегі емес деп ұлдарына өсиет айтқан әкенің орны ұрпақ жадында.